Мені таңертең телефонға шалынған қоңырау оятты. Мен тату ұйқымды қимай, әрең тұрдым да телефонды көтердім. Алло, балам, қалайсың құлыным? Ой, мама, не болды сонша азанмен қоңырау шалып? Тату ұйқымды бұздыңыз ғой? Балам, ренжімеші. Сағат 12 болды ғой. Түс болды ғой, әлі ұйықтап жатырсың ба? Мама, кеше қаңғырып едім. Ұйқым келіп тұр. Неге хабарластыңыз? Кеше тұтқаңды көтермедің. Мен сары уайымға салындым. Түнімен көз іле алмадым. Ой, мама, уайымдайтын нәрсені тауыпсың. Мен кішкентай баламын ба? Өзім білемін ғой барын. Бекерге ұйқымды бұздың. Кешір балам. Сен осыдан 22 жыл бұрын түн ортасында менің ұйқымды бұзған күнің, туылған күніңмен құттықтағым келді. Мақұл, рахмет. Мен кеттім, ұйықтаймын. Телефон тұтқасы сылқ ете қойылды. Менің анама бұл бірінші рет сөз қайтарым емес еді. Мен анам үшін намыстанатынмын. Ол үнемі достарымдың алдында мені кішкентай бала сияқты көрсетуші еді. Бар білетінім анама сөз қайтару еді. Түстен кейін мен туылған күнімді жууға, достарыммен кетіп бара жатқанымда бір досым маған хабарласты. Ол өте мұңды еді. Жылап қайғырып звондады. Мен, алло, Сапар, не болды? Дей берген едім. Ол, анаңдан айырылып қалдық. Ол қалаға келе жатып, жол апатына түсті. Дей берді де, сылқылдап жылап айтқаны сол-ақ еді. Менің құлағым еш нәрсені есіткісі келмеді. Көзім қараңғы түнек болып қала берді. Көз жасым таусылар емес. Жан азабым жанымды жегіде жеп барады. Өмір сол мезетте тоқтап қая бергендей болды. Таңертеңге айтылған сөздерім есіме түсіп, жүрегім қысыла берді. Өмірімде олай өкінбеппін. Мама деп қала бердім. Өз өзіме келе алар емеспін. Бір уақытта шыдамым таусылып, жан азабым ішке сыймай қатты айқайладым, өксідім, жыладым. Сол кезде арғы бөлмеден інім келіп, Айдар, нервке тимеші? Жын ұрды ма? Не болды? Мамаммен сөйлесіп жатырмын. Тыныштық берші, деді. Мен түсінбей тұтқаны қолынан жұлып алдым. Мама сіз бе? Я, құлыным, мен? Маматайым, мен сізді қатты жақсы көремін, анашым. Жаңа, менің айтқан сөздерімді кешіріңізші. Мені тастап кетпеңізші. Сізді сағынып кеттім. Сізді жақсы көремін ғой, деп қатты жыладым. Балам, мен де сені жақсы көремін. Алтыным сол, жыламашы. Мен ол сөздеріңді ұмытып та кеттім, жаным. Деп анам екімізді жасаурап қалды. Інім менің үстімнен күлді. Шегіп алғансың ба? Немесе төсектен құлап түстің ба? Не болды саған деп. Жаңағы жан жолдас досым өз анасынан айырылған екен. Ол жылап дұрыс түсіндіре алмаған екен. Бірақ мен енді анамның қадірін түсіндім. Аналар бізді жаман болсын деп айтпайды екен ақылын. Ағайын, қадірлеңдер, құрметтеңдер аналарыңды. Барында тым кеш болмасын.